Ассалаумағалейкум қазақ елім. Сіздерге бүгін бір жаңа кәсіппен таныстырайын дегенмін. Осы 5 жыл болды, осы гидропоника деген шөппен айналысып жүрген. Мынау арпа. Бұл 3 күнде өскен арпа. Бұл 3 күн бұрын мынандай болып мұрт жарады. Оның алдында мынандай барботированиемен, компрессормен ауа беріледі. 17 мен 20 градустың ортасында термостат, автоматикатор, жылумен. Бұл арпадан осының көгі мына ақтан жоғары қиылады, 25 сантиметр өскен кезде. Осы тұрғанда 10 сантиметрдей болып тұр. Осының үсті қырқылып, үстіндегі жасылын соковыжималкадан өткізіп, алма мен тексерілген таза алма мен лимон мен араластырып Витгрс деген өнімді сіздерге ұсынсам, қалай ойлайсыздар? Алар ма едіңіздер? Витгрс деген газ әлемді жаулап атқан азанғы астың бірі. 50 миллиграммнан бастап ішіледі. Ол хлорофилл болады бойында, А, Б, С, Е витаминдері болады бойында, и көптеген клетчатка болады. Осы тағам сіздерге ұсынсам, қалай, сіздерден бір ой сұрап жатырмын. Коллагенді таныстырдық. Хлорофилл білесіздер, организмдегі токсиндерді шығарады. Мен сіздерге бір кішкентай историяны айтып жіберейін. Хлорофилл деген мен 10 қойды 6 ай бойы осы гидропоникамен тамағын беріп, 6 айдан кейін бір қойды сойған кезімде қойдың біздің обычный иісі жоқ болып кетті. Ол дәлел, мен YouTube каналыма кірсеңіздер болады, сілтеме профильде тұр. Сол YouTube каналымда бар. Бұл қойдың бойындағы тер иісін жоқ болып жіберді. Мен ойлаймын, осыны адам жесе, мен біріншіден газ коллаген ішіп жатырмын, мен мына Витгрсқа көшкім келіп тұр. Жасы 45-ке келгеннен жағдай, денсаулықты ойлайды екенсің. Сол біздің тұла бойымыздағы токсиндерді шығаратын хлорофиллмен, клетчаткамен А, Б, С витамин жесек, азанғы ас қылып, осыны үстін соковыжималкадан өткізіп, тәп-тәтті қылып, жасыл стакандағы Витгрсті мен сіздерге ұсынсам магазинде. Қалай ойлайсыздар? Пікірлерін жаза кетіңіздер. И осыны кәсіпті үйретіп берсем, әр облыстан бір адам үйреніп алып, осыны қаншама химия тамақ жеп жатыр, соны таза қылып жеуге үміт қылып бастап, өстіп үйренсек, кішкентай тазик, полка, суағар, компрессор, бір шамалық сиқырлары бар, оның бәрін түсіндірсем. Но закрытый помещениеде 10 ваттық 5 лампочканың астында